Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менің қолымдағы кітап Қайрат Жолдыбайұлының «Дін мен діл. Күрделі діни сауалдарға жауаптар» деген кітабының бірінші томында. Мынадай бір сұрақ бар екен. Ханафи мазхабында намазда екі қолды тек алғашқы тәкбірде ғана көтереді. Ал бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның Абдулла ибн Омардан риуаят етілген сахих хадиске қайшы емес пе? Намазда екі қолдың тек алғашқы тәкбірде ғана көтеретіндігіне байланысты Ханафи мазхабының мынадай дәйекті дәлелі бар. Алқама Абдуллахтан риуаят етті. Ол Абдуллах ибн Масғуд: «Мен сендерге Алла елшісінің намазын оқып көрсетейін бе?» деп намаз оқыды. Намазда екі қолын бір-ақ рет көтерді. Бұл хадис Насаиде де келтірілген. Дәрежесі сахих. Және бұл хадис Ибн Аби Шайбада да келтірілген. Оның риуаятындағы жеткізушілердің бәрі Бұхари мен Муслимнің шартына сай. Бұл хадис тағы да Ахмадтың Муснамадында да келген. Ханафи ғалымдарының рухуққа барғанда және рухуқтан қайтқанда қол көтергендігіне байланысты басқа сахих хадистерді емес, Ибн Масғудтың осы хадисін негізге алған. Себебі Ибн Масғуд сахабалардың арасындағы ең көп фих ілімін меңгерген әрі жас жағынан да ең үлкені еді. Ол пайғамбарымыздың жанынан үнемі шықпайтын, сондай-ақ қолды рухуққа бара жатқанда және қайтқанда көтерілгендігіне байланысты сахих хадисте риуаят еткен Абдуллах ибн Омардың өзі іс жүзінде намазды бір-ақ рет қол көтергендігі сахих жолмен жеткен. Ендеше Ханафи мазхабындағы хадисті жеткізген адамның хадисін емес, ісін негізге алу ережесі бойынша да қолдар алғашқы тәкбірде ғана көтеріледі. Ал енді көп адам тәкбірді түсінбей қалуы мүмкін. Тәкбір дегеніміз ол намаз оқитын кезде бірінші Алланы ұлықтап, Аллаға ниет еттім деп тәкбір алу. Ол бірінші тұрыста. Қыз балаларды тәкбірі мына осылай алынады. Мінекей, былай ғана, көкірек тұсынан ғана иықтан жоғары көтерілмейді, ал ер адамдардікі иықтан жоғары көтеріледі және құлақтың жұмсақтығына дейін барады, мына жерге дейін барады. Бұл ер адамдардікі және алақан былай тұрады. Әйел адамдардікі міне алақаны осылай тұрады. Тәкбір алады. Бұл жердегі айтылып тұрған мәселе, әр намаз сайын тәкбір алынама, жоқ бір-ақ рет қана тәкбір алынама деген. Ханафи мазхабы бойынша намазда бір-ақ рет тәкбір алынады, одан кейін тәкбір алынбай ары қарата намазды оқи береді. Одан кейін бізде тағы да мындай бір сұрақ бар екен. Қазіргі таңда кейбір топтар тарауық намазын 20 рәкат оқу дұрыс емес. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тарауық намазын 8 рәкаттан артық оқымаған деген пікірді ел арасында жайып жүр. Тіпті абақтыда отырған намаз оқитындардың арасында осы үшін үлкен тартыс болған көрінеді. Тарауық намазы 20 рәкат па, жоқ әлде 8 рәкат па? Осыны шариғат тұрғысынан талдап берсеңіз деген сауал екен. Бұл сауалдың жауабын иншаллах келесі бөлімде тыңдай аласыздар. Ол үшін маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алла сәтін салса, осы кітапта толықтай жауап берілген және дәлелдермен жауап берілген, соны сіздерге баяндап оқып беретін боламын. Ассаламағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.